Құрметті тыңдарман, сіз ерекше балалар мен олардың ата-анасына арналған мүмкіндік подкастын тыңдап отырсыз. Мүмкіндік подкастының жаңа эпизодының кейіпкері ерекше балалардың дамуына жағдай жасауға белсенді үлес қосып жүрген Милана Елеусінова. Ол Маңғыстауда көптеген әлеуметтік жобаны жүзеге асырып жатыр. Оның қолдау қоғамдық қоры мен мейірім түзету дамыту орталығы ерекше қажеттілігі бар балаларға қолдау көрсетеді. Милана былтыр демеу және зерде плюс жобалары арқылы ерекше балалардың әлеуетін арттыруға бағытталған үлкен бастаманы жүзеге асырды. Оның жобалары мемлекеттік органдардың да, жеке компаниялардың да қолдауына ие. Бүгінгі эпизодта Милана мен әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру тәжірибесі туралы әңгімелесетін боламыз. Милана, подкастымызға қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Қош көрдік, Дана. Біріншіден осы сұхбатқа шақырғандарыңызға, подкастқа алғыс білдіргім келеді. Себебі бұл тақырып өте ауқымды тақырып және әрбір адам үшін маңызды деп есептеймін. Сондықтан бұл тақырыптағы мүмкіндік деген керемет подкаст ұйымдастырып жатқандарыңызға сіздерге алғыс білдіремін. Көп рахмет. Жалпы осы Маңғыстау облысындағы ерекше балаларға арналған жағдай қандай? Сол туралы айтып берсеңіз, қандай қиындықтармен жиі кездесесіздер? Оны шешудің қандай жолдары бар? Енді мен жаңа сіз өзіңіз таныстырып өттіңіз. Бұрын журналист болып қызмет еткем, кейін осы үкіметтік емес ұйымда 2016 жылдан бері қарай жұмыс қызмет етіп келеміз. Үкіметтік емес ұйым енді азаматтық сектор деген ол үлкен күш, қоғамдағы осындай бір үлкен мәселелерді шешуге бағытталған, сондай бір шешу жолында жұмыстан жүрген ұйымдар бар арнайы. Соның біріміз деп санаймыз өзімізді. Біз қолдау орталығы жекеменшік ұйым болғанмен, осы үкіметтік емес ұйымның саласында бірнеше осы тақырыпқа қатысты гранттармен, жобалармен өз жұмысымыз жасап келе жатырмыз ғой. Сол енді мына Маңғыстау бойынша бұндай біз сияқты ерекше білім беруді қажет ететін балалармен жұмыс жасап жатқан ұйымдар бар. Бізден бұрын құрылған ұйымдар да бар. Ал енді біз сол ұйымдардың қатарындамыз деп айта аламыз, және біз осы соңғы 3-4 жылдың шамасында осы тақырыптағы жобаларды сәтті жүзеге асырып келе жатырмыз. Және тек ол жағы біз ауданның деңгейінде қалып жатқан жоқпыз. Маңғыстау облысының төңірегінде балаларды қатарға қосу бағытында бірнеше жобалар жүзеге асырдық. Соның ішінде бір жақсы деп айта кететін, ол осы жақын арада біз зерде плюс деген жобаны жүргіздік. Ол жерде осы балаларды мектептерде, жалпы білім беретін мектептерде отырған мамандарды қайта даярлау, олардың біліктілігін көтеру осы тақырып бағытта. Сондай бағытта біз зерде плюс жобасын жүргіздік. Бұл зерде плюс жобасы аясында біздің Маңғыстау өңіріндегі мектептердегі АФК мамандары, адаптивный физкультура дейді, бейімделген дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері және труд, еңбек бар ғой, технология пәнінің мұғалімдері, яғни бізде ерекше білім беруді қажет ететін балалар үшін ең бірінші кезекте тұратын пәндер бұлар, дене шынықтыру дамыту үшін және осы еңбек пәні, одан кейін музыка пәні, шығармашылық бағытта балаларды бейімдеп қатарға қосу, олардың шығармашылық бір әлеуетін көрсету мақсатында жүзеге асатын осындай пәндерді және дефектолог логопедтерді және ЛФК мамандарын оқыту курстарын жүргіздік. Бұл курстар үшін біз мамандардың барлығын арнайы ғылыми орталықтардан, республикалық деңгейдегі мамандарды тарттық және осы өңірдегі мамандардың осы оқып шыққан курстан оқып шыққан мамандардың біз история успеха дейді ғой, жетістік тарихын көрдік. Яғни олар республикалық өрлеу республикалық ұйымының ұйымдастырған панорамалық сабақтар байқауынан орын алып жатты республикалық және музыкалық байқаудан шыққан балаларды бір байқауларға қатыстырып жатты. Мына АФК, ЛФК мамандары да өздерінің үлкен жетістіктерін көрсетіп, балаларда нәтиже көрсетіп жатты. Сондықтан бұл жоба өзінің жақсы нәтижесін берді деп есептейміз.
одан бөлек осы жобаның аясында осы қоғамдағы тең мүмкіндік орнату осы балаларға деген мақсатта біз менің ерекше досым байқауын ұйымдастырдық. Менің ерекше досым байқауы ол бір сыныптағы нормотипичный баламен, яғни қасындағы осы ерекше білім беруді қажет ететін баланы арасындағы ынтымақтастықты көрсету және сол қоғамға оларды бейімдеу, олардың және осы ерекше балалардың әлеуетін көрсету. Олардың мысалы біреу өнерлі болуы мүмкін, біреу бір басқа бір қырынан дарынды болуы мүмкін. Сондай әртүрлі сол баланың қырын ашу үшін жаңағындай біз байқау ұйымдастырған болатынбыз, және оған кәдімгідей қомақты 200 мың жүлде қоры тағайындалды. Сондай жүлде қорымен ең азы 50 мың теңгеден жүлде қоры тағайындалып, біздің облыстағы мектептегі балалар өздерінің достарын осындай әдемі бейнероликтер дайындап, осы хэштегпен біз жариялаған болатынбыз. Сол байқауды қорытындылаған болатынбыз. Бұл да бір менің ойымша осы қоғамдағы балалардың арасындағы қазіргі мына инклюзия деп айтып жатамыз. Инклюзия деген сөздің өзі қоғамға бекіту, кіріктіру деген сөз ғой. Яғни ерекше балаларды қоғамға бекіту, оларды қосу деген сөз. Сондықтан бұл жобада біз осы мақсатты алға тарттық және осы мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Балалардың арасында бір өте жақсы ынтымақтастық пайда болды деп мұғалімдерінен естіп жатырмыз. Оларды қоғамға бейімдеуде кездесетін қиындықтар қандай? Ең бірінші бізде қоғамда кездесетін қиындықтар жағы осы бағытты алған уақытта, бағытқа бет бұрған уақытта менде бір опыт болу керек, менде бір не болу керек деген мақсатта мен мектепте де қызмет еттім 5 жыл, және мектепте үйден оқитын балалармен жұмыс жасадым. Ал енді біздің өңірде жоғары жақта білмеймін, басқа енді ол жақта кішкене дамыған деп есептейміз ғой, біз кішкене шет тысқары болғасын, Маңғыстау өңірінде менің өзімнің байқағаным, ата-аналарда комплекс көп. Ең бірінші ата-аналарды өздерін психологиялық қолдау маңызды деп есептеймін. Себебі үйден оқитын балалармен жұмыс жасаған уақытта менің кездескен кедергілерім өз балаларын өздері тасада ұстау деген нәрсені көп байқадым. Баласын қоғамға шығарғысы келмейді, өзімен алып жүргісі келмейді, ортаға алып шыққысы келмейді. Біз үйден оқудың пәннің мұғалімі ретінде барып тұрған уақытта, мысалы түзету коррекция дейтін сабақтан сабақ бердік қой, түзету сабағы психолог ретінде. Соны түзету сабақтарын барып тұрған уақыттың өзінде балам өткісі келіп тұрған жоқ, қазір оқысы келіп тұрған жоқ деп балаларының қалауы емес, бірінші өздерінің қалауын алға шығарады да, өздерінің дайын емес екендіктерін көрсетіп жатады. Осы кезде мен қатты ойландым, жоқ, бұлай болмайды, мен бұл балаларды қатарға қосу үшін маман ретінде орталық ашуымыз керек. Біздің ауданда ондай орталық болмаған, және ата-аналарға осындай түсінік тренингтер жүргізуіміз керек деген мақсатта біраз жобалар жаза бастадым. Сөйтіп біз өзіміздің мектебімізде, біздің мектепте арнайы психологиялық және инклюзия деген кабинет болмаған, сол кабинеттерді осы жобалар арқылы ұтып, Теңізшевройл компаниясының ТШО-ның жобасымен жан жылуы психология кабинетін жабдықтадық, Инкок компаниясымен және инклюзивті білім беру кабинетін жабдықтадық. Ол жердегі барлық жабдықтар сол балаларды жете дамытуға арналған. Балаға деген жасалып жатқан қазір біздің үкіметіміздің тарапынан негізі қолдаулар бар да, жоқ емес, азғантай болса да бір қолдаулар бар. Сол қолдауларды пайдалана отыра, сол балаларды ортаға қосуға жұмыстану керек деймін. Ең бірінші себеп ол бала ата-анаға керек. Одан кейін маман ол өзінің кезегінде, егер ата-ана сауатты болып маманнан талап ететін болса, ол баладан үлкен плюстер, үлкен нәтижелер көруге болады. Сондықтан ең бірінші менің түсінігімде ата-ананың сауаттылығы маңызды деп есептеймін. Ата-ананың қолдауы ең алдыңғы кезекке шығу керек. Ол үшін біз қазір көптеген жобаларды, соңғы кезде маған сол идеялар келіп, соңғы кезде ата-аналарды осы қолдау бағытында көптеген тренингтер ұйымдастырып жүрміз. Сол ата-аналардың түсінік қалыптастыру мақсатында ата-аналарды қолдау мақсатында жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Енді ол біздің өңірдің ерекшелігіне қарай деп ойлаймын. Ол Алматы жақтарда ондай мәселе туындамауы мүмкін, себебі ол жақтарда көптеген орталық көп, ондай балалармен жұмыс жасайтын мамандар көп деген сияқты. Ал бізде мамандар тапшылығы да үлкен мәселе. Мысалы, мен орталық ашып отырмын, менің орталығымда қазір мамандар тапшылығы байқалады. Оқып келген мамандар, олар аудан деңгейінде ауылға қарай келгісі келмейді ғой. Олардың көбі үлкен қалаларға кетеді. Ол жақтарда табыс та көп, адам да көп деген сияқты. Ал біздегі мәселе осындай болғандықтан, ең бірінші
ата ана өзі сауаттану керек. Сондықтан мен ата аналарды көбіне шақырам тренингтеріме осы сауаттануға, осы балаларды қолдауға ең бірінші өздері сауатын ашса екен деймін. Осы үкіметтік емес ұйымдар қоғамның ерекше топтарына қалай әсер етіп, қандай көмек көрсете алады? Сіздің өңіріңізде, Маңғыстауда үкіметтік емес ұйымдар жеткілікті деңгейде белсенді ме? Жалпы олардың қоғамға деген ықпалы қандай болады? Мен енді біздің өңірде де қанша біз Алматыдан алшақпыз, Астанадан алшақпыз десек те, біздің өңірде де белсенді деп айта аламын. Маңғыстау облысында мысалы әлеуметтік БР кафесі жұмыс жасайды, Риза ана қоғамдық қорының ұйымдастыруымен. Ол жерде бүткіл қазір республикаға танымал деп айта аламын. Ол жерде ерекше жандар өздерінің қызметін көрсетеді кофеханада. Олар кәдімгідей жұмыс жасауға мүмкіндік алып отыр сол кофехана арқылы, яғни социальный проект арқылы, сондай бір әлеуметтік жобаның негізінде бірнеше маман жағында бірнеше адам жұмыспен қамтылып отыр. Сол сияқты тағы келешек қоғамдық қоры бар, өздерінің осы ерекше балаларды оңалту бағытында жұмыстарын жүргізіп жатырған. Олар да тек қана үкіметтің тарапынан қолдау күтіп отырған жоқ, түрлі компанияларға, шетелдік компанияларға жоба жазады деген сияқты. Ал енді жаңағы үкіметтің тарапынан қолдау деген сөз қозғалып қалды. Үкіметтің тарапынан бірнеше мемлекеттік гранттар бөлінеді. Мысалы, азаматтық бастамаларды қолдау орталығы деген орталық бар, республикалық. Сол орталық арқылы бүткіл өңірге осы тақырыптарда бірнеше үкіметтік емес ұйымдарға арналған, сондай жұмыстар жүргізуге арналған инклюзивті қоғамды қалыптастыру үшін, сондай инклюзивті мәдениетті қалыптастыру үшін жобаларға қаражат бөлінеді арнайы. Ол тек қана орталық арқылы бір ғана саланың қаржысы емес, медицинадан да бөлінеді, денсаулық сақтау саласынан, білім саласынан да бөлінеді. Сондықтан ол жерде тек қана бір шектеу жоқ, үкіметтік емес ұйымдарының өздерінің белсенділігіне, ізденісіне қарай деп айта аламын. Егер жоба жазып сол неге байқауларға қатысатын болса, мүмкіндік бар. Бізде сондай, енді біз қазір Маңғыстау облысының білім басқармасының тапсырысы негізінде жұмыс жасадық, айтып өткен мамандарды оқытқанымыз. Ал мысалы денсаулық сақтау саласында оңалту орталықтарын ашу деген сияқты жұмыстарда жүріп жатыр, жасап жатқан ұйымдар өте көп. Енді Луара деген қоғамдық қор бар біздің өңірде. Мысалы, олар былтыр осы соңғы 2 жылдық жобасында инклюзивный пляж дегенді ұйымдастырды, яғни инклюзивті жағажай, ерекше балаларға қатысты, ерекше білім беруді қажет ететін балаларға қатысты еркін шомылу аймағын ұйымдастырды. Кедергісіз келіп түсуге, оларға мүмкіндік жасалған сондай бір арнайы жағажайды ұйымдастырды. Осындай қызықты жобалар барынша әлқадірінше үкіметтік емес ұйымдардың жұмысты жүргізіп жатыр. Бірақ енді қазір менің ойымша үкіметтік емес ұйымдар тек қана бұл деңгейде емес, енді үлкен масштабқа шығу керек деп ойлаймын. Бір жобаның төңірегінде емес, ең бірінші жаңағы айтқан мамандарымыздың біліктіліктерін арттыру, бір шетелдік тағылымдамалардан өтуді ұйымдастыру, балаларды ерте анықтау, ерте диагностикалау дейді ғой, соның бір жақсы мүмкін тетіктерін үйрену деген сияқты осындай бір бағытқа көшуіміз керек деген менде бір үлкен арман мақсат жүр. Сол мақсатта бір жұмыстар үйлестірсек деймін. Енді ол мысалы көріп отырмыз ғой, республикалық түрлі ұйымдарда жасалып жатқан жұмыстар болуы мүмкін. Мысалы, стоп аутизм деген жұмыстарды көріп жүрміз, кәдімгі масштабты түрде ғаламторда интернет желісінде жүргізіліп жатырған. Және одан бөлекте победим аутизм деген сияқты арнайы бір үлкен жобалар бар. Бізде енді өзіміздің үлесімізді қосудамыз, өзіміздің аудан деңгейінде. Мен аудандағы ұйыммын ғой, сондықтан мен ауданның төңірегінде айтып өтейін, маған қандай қолдау болып жатқандығын. Ең бірінші мен өзімнің осы жобамды жазатын кезде үйден оқып жүрген балаларды көріп, осы балаларға бір орталық ашуды жоспарлап жүрген кезде, ең бірінші біздің ұйымдардың кездесетін қиындығы ол сол ашатын орынға орын жай табу қиындық туындайды. Оның барлығын елдің бәрінде бірдей ғимарат жоқ қой, сондықтан менде біздің сол аудан орталығында қарап жүріп бос тұрған жатақхананың ғимаратын көзіме түсті. Бірден аудан әкімдігіне осындай ұсыныс тастадым. Мына тұрған ғимарат бос тұр. Бізге егер сіз ерекше білім беруді қажет ететін балалардың
жағы оңалтуға, соларды ерте коррекциялауға көмектесу үшін бізге осы орын жайды беретін болсаңыз, біз осы орынға осылай орталық ашсақ деп едік деген ұсынысымызды түсірдік. Сол ұсынысты біздің қолдап бізге жағы жергілікті билік, әкімдік сол орынды тегін берді. Яғни біз қазір бір жыл тегін сол жерде қызмет көрсетіп отырық жергілікті халыққа, ерекше балалардың жағы жұмысын жүргізуге, оларды түзетуге. Және одан бөлек біз НКО компаниясына жоба жазып, яғни біз осындай Форт Шевченко қаласынан орталық ашқымыз келеді. Олар енді әлеуметтік жауапкершілікпен, ол компания біздің өңірге салық төлеуші болғандықтан, жағы бізге жоба арқылы ұтуға мүмкіндік болды. Біз 22 миллионға жаңағы біздің акимат берген ғимаратты жабдықтауға мүмкіндік алдық. 22 миллионның затын бізге заттай, яғни ішке сенсорный кабинет, дефектологтың кабинеті, логопедиялық кабинет, психология кабинеті және АФК кабинетін жабдықтап берді. Яғни 22 миллионға осындай құрал жабдықтармен, ең керемет сертификатталған жағындай бізді жабдықтармен қуантты. Яғни қазір қолдағы ресурстармен қызмет көрсетіп жатырмыз. Осы қойған мақсат болатын болса, осындай бағытта жұмыс жасаймын деген, және оны бір дәлелдей алатын болса ұйым, ол ауданға керек екен, сол жергілікті жерге керек екенін дәлелдей алатын болса, онда мүмкіндік бар деп есептеймін. Себебі біз ауданда тұңғыш рет ашылған жағы орталық болдық. Бізге деген тіпті мемлекеттік жағы педагогикалық психологиялық қолдау қызметі дейді ғой, жаңағыдай қолдау кабинеттері де жоқ болған. ПМПК деп жатады, медициналық психологиялық қолдау, ондай кабинеттер де болмағандықтан, біздің осы жағы бірінші болып ашылуымызда осындай біздің жағы көріп қалған ғимаратты көріп қалуымыз және жаңағыдай жоба жазуымыздың көмегі тиді. Ашуымызға, бірден ашып жұмысты бастап кетуімізге. Қазір біз енді сол орталықта балаларға қызмет көрсетіп жатырмыз. Осы орайда жақында ғана тағы 5 миллион теңге көлеміндегі грант жеңіп алғаныңызды білеміз. Енді бұл грантты орталықтың қандай аспектілерін жақсартуға жұмсайсыздар? Қандай жоспарыңыз бар? Иә, бұл жалпы үкіметтің әлеуметтік кәсіпкерлерге арналған гранты. Тек әлеуметтік кәсіпкерлер емес, ауыл шаруашылық бағытында жұмыс жасайтын кәсіпкерлер де бұған қатыса алады екен. Біз енді осы жағы әлеуметтік кәсіпкер деген критериймен ұтып алдық. Әлеуметтік кәсіпкер деген ол енді өзіңізге белгілі жағы әлеуметтік бір маңызды мәселені шеше отырып, кәсіпкерлікпен табыс табатын кәсіпкер деген сөз ғой. Сол реестрға өтуге жұмыстандық алдымен, бұл 5 миллионды ұту үшін. Ол реестрға өту үшін біз өзіміздің осы өңірдегі кәсіпкерлік басқармасына арнайы барып, арнайы сол реестрға өтетін өтініштерді толтырып, сол реестрдің құрамына әлеуметтік кәсіпкер ретінде, яғни біз 3-ші санат бойынша ерекше білім беруді қажет ететін балаларды психологиялық қолдау, түзету бағытындағы ұйым ретінде сол неден жағы реестрына өттік. Оған тек қана үкіметтік емес ұйымдар емес, жеке кәсіпкерлер де өте алады, егер осы 3 санаттың біреуіне жататын болса. Мысалы, бір санаты бар, әлеуметтік кәсіпкерлік санатына өту үшін бір санатында егер ерекше жандарды жұмыспен қамтитын болса, мүмкіндік шектеулі жандарды жұмыспен қамтитын болса, бір санаты бар, жаңағы ерекше білім беруді қажет ететін адамдардың қолынан өндірген дүниелерді сатуды ұйымдастыру деген сияқты бір бағыт болатын болса, 3-ші бағыты ол жаңағы біздің бағытымыз, яғни түзету жұмыстарын жүргізу, коррекциялау бағытында психологиялық қолдау ерекше білім беруді қажет ететін балаларды. Сол бағытта біз түсіп жағы реестрға алдымен өттік. Реестрға өткеннен кейін, бұл март айының жобасында болатын, өткен жылдың наурыз айында. Сол наурыз айында өткеннен кейін біз осы 5 миллионның грантын жағы жариялау кезеңін күттік. Осы 5 миллионға қатысқан уақытта біздің облыс бойынша бір орынға 3-ке дейін ұйым жағы кәсіпкерлер таласты 5 миллионды алу үшін. Соның бір ретінде жеңімпаз атандық, себебі біздің ауданнан қатысып тұрған жағы бұл бағыттағы әлеуметтік кәсіпкер өте аз болды. Сол ұтуымыздың мүмкіндігі де сол болды деп есептеймін. Және осы ұтқаннан кейін 5 миллион теңгеге жағы не аласыз, не істейсіз, қандай жағы жұмыстар жүргізесіз деген сұраққа жауап бере кетейін. Біз жобаны ұсынған уақытта, ең бастысында осы 5 миллионды алғанда не жасаймыз деген жобаны ұсынған уақытта, солевая шахта, тұз шахтасы дейді ғой. Ерте оңалту үшін балаларды тұз шахтасын жасаймыз және гидрованнаны іске қосамыз дедік. Гидрованнаны іске қосамыз, сосын біздің орталығымызда жоқ иппотренажер сияқты құралдармен қосымша жабдықтаймыз дедік. Бізде жоқ құралдарды толықтырамыз дедік.
осылай 5 миллион теңгенің қаражатына біз жақында өзіміздің тұш шахтамызды аяқтадық, және гидрованнамызды қондырып жатырмыз. Сонымен осы бұйыртса осы айдың аяғында, келесі айдың басында жаңа қызметімізді ұсына бастаймыз аудан төңірегінде. Бұл біздің ауданда бұрын болмаған қызмет түрлері. Ақтаудан көріп жүрміз, біз енді аудан орталығымыз ғой, жағы басқа өңірлерден көріп жүрміз, тұш шахтасында, жағы гидрованнында, ал ол біздің жағы ауданда тұңғыш рет осындай жобаны жүргізіп жатырмыз. Осы 5 миллион үкіметтің грантының негізінде. Жастар арасында инклюзия мен қоғамға қызмет ету құндылықтарын қалай дәріптеуге, насихаттауға болады? Жастардың арасында негізі ең бірінші, мен өзім мектепте қызмет еттім деп айтып кеттім ғой жоғарыда. Мектепте қызмет еткенде байқағаным, жалпы ата-аналардың қарсылығы байқалады. Мысалы, менің баламның сыныбында инклюзивті оқушы отыр, олардың тілінде инклюзивті деп айтады. Негізі ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар ғой. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар отыр. Менің балама кедергісі келеді, менің балам соның жасаған стимдарын қайталауы мүмкін деген сияқты ата-аналардың тарапында да осындай бір түсініспеушіліктер болып жатады. Керісінше ондай балалардан қорықпау керек деп ойлаймын. Қоғам соған өзінің балаларына бір мейірімділікті оятатын. Бұл балалар жалпы адамға бір мейірімділікті ояту үшін келген балалар сияқты осы дүниеге. Сондай бір миссиямен келген балалар ұқсап көрінеді. Мен өзімнің орталығымның жаңағы жобамның атын мейірім деп қойдым. Себебі сол бір адамдардағы бір ерекше бір мейірімді сезімдерді оятуға бұл балалардың бір ықпалы зор. Ол балалармен жұмыс жасаған кезде сіз басқа нәрсенің бәрін ұмытып кетесіз. Тек қана бір нәтижеге ұмтыласыз. Ол баланың бұрын ботинкасының бауын байлай алмайтын болса, сол бауын байлауға үйретуге ұмтылып жатқаныңыздың өзі сіздегі мейірімді оятса, ол баланың жасап жатқан дүниесі, ұмтылысы мына өмірге сізді бір қанаттандырады да. Сондықтан мен айтар едім, ата-аналар ондай балалардан қорықпау керек. Керісінше өздерінің балаларына, өздерінің нормотипичный балаларына түсінік жұмыстарын жүргізу керек. Сіз ол балаға көмектесе ғой, оның сабақтағы, сыныптағы сабағына көмектесе ғой, немесе орындығын көтере алмай жатса, орындығын көтеріп жібер, бір нәрсені түсінбей жатса, қолдап жібер деген сияқты бақытты ата-аналар түсінік жүргізу керек деп ойлаймын. Сол кезде біздің қазір қоғамдағы қатыгездік, жастардың бір-біріне деген несі жойылатын шығар деген бір ой болады да. Мысалы, бізде бір оқушы болды, бірінші сыныпқа келген уақытта ол бала жылап кіруі сірә міндетті түрде жылап кіреді. Екіншіден, ол баланы сабаққа кіргізу үшін мектеп психологы, дефектолог, психолог, тәрбие жөніндегі орынбасар барлығын жабылып жүріп сыныпқа кіргізетінбіз. Кейін ол бала 4-ші класста оқып жүрген кезде, мен 5 жыл мектептегі жұмыстағы тәжірибем, 4-ші класқа келген уақытта бала өздігінен сыныпқа кіреді, қоңырауды біледі. Қоңырау соққан уақытта ол далаға шығу керек екенін біледі, ішке соққан уақытта ішке кіру керек екенін біледі. Соңғы жылдарда балалармен менің досым деп құшақтасып кетіп барататынын көретін болдық. Мойнына қолын асып, бұрын мысалы адамнан қашып, сыныпқа жоламай, адамнан қашып, кез келген тұрған парта, столдың астына тығылатын бала осылай қоғамға бейімделгеніне көрген кезде менің көзім жетті. Бұл балаларды қоғамға кіріктіру керек екендігіне. Сондықтан ешқандай бір ата-аналарда қорқыныш болмау керек деп есептеймін. Ол балалардың көпшілігі, қазір сыныпта отырған балалардың көпшілігі бір менталды бұзылысы бар балалардың барлығы бірдей қоғамға қауіпті емес. Олардың барлығы барып балаларды ұрмайды, барлығы барып балаларға бір кедергілер жасамайды. Олар өз-өзді, яғни сыныпта айналып жүруі мүмкін, ол партаға отырмауы мүмкін, сабақтың үстінде сабақты оқытқан кезде ол сыртқа шығып кетуі мүмкін. Ол үшін де қазір үкімет жақсы мүмкіндік беріп жатыр. Яғни мектептерде тьютор мамандарды, ассистенттер деп аталады, мектептерде ассистенттер беріп жатыр. Яғни ол балаларды сопровождать ететін, сондай бір сабақтың үстінде тұрып кететін қиындықтар болатын болса, әрбір мектептегі маман, арнайы мамандар ПМПК-ға арнайы ұсыныс тастап, бізге осындай ассистент керек, бізде осындай диагнозды бала бар деп дәлелдеп, өздеріне ассистенттің штатын ашуға мүмкіндік бар. Сондықтан осындай мүмкіндіктерді тек қана сауатты түрде пайдалана алуымыз керек деп есептеймін. Мамандар да, ата-аналар да соны түсіну керек. Осындай бір түсінік жұмыстары
жұмыстары жетіспейді. Және мен тағы бір айта кететін жай, бастауыш сыныптың мұғалімдері де ендігі алдағы уақытта алдына келетін баланың барлығы 100% дені сау емес, сау бала келеді деп емес, арасында жаңағы ерекше білім беруді қажет ететін балалар болуына дайын болу керек, психологиялық тұрғыда бас тартпау керек. Мен көріп жүрген мұғалімдердің көбі әңгімелерінде байқап қалып жатамыз, ой, сыныпта отыр, кедергі келтіріп отыр, баланың біліміне әсер етіп жатыр, мен олардың бәріне жетіспеймін деген сияқты мамандардың тарапынан да осындай бір кішкене жағы кертартпа пікірлерді байқап қаламыз. Сондықтан мамандар да өздерін дайындау керек деп есептеймін, және ол мамандардың жұмысы бір алдағы уақытта жүйеленетін де шығар деп есептеймін. Сондықтан біз тек қоғам болып кішкене дайын болуымыз керек, және өзіміздің айналамыздағы адамдарға түсінік жұмыстарын жүргізуіміз керек. Ол балалардың сондай диагнозбен туылуына ол қоғам кінәлі емес қой, немесе басқа бір адам, ата анасы да кінәлі емес, олар солай тілеп алған жоқ солай туылуын. Олар Құдайдың солай жаратылысы, демек бізде оны шеттетпей, ешқандай бір жағы не жасамай, шектеу қоймай, оларға бір жақсы мүмкіндіктерді алуына көмектесуіміз керек деп есептеймін. Шетелде мысалы білесіздер, ондай адамдар кәдімгі қоғамда тең мүмкіндікке ие, кәдімгідей қызмет бабында да жетістікке жеткендері қаншама, иә, мысалы. Сондықтан үнемі оқушыларға, жастарға біз осындай бағытта түсіндіру жұмыстарын жүргізуіміз керек. Меніңше ол балалар мейірімді оятуға бізге келген балалар. Өте дұрыс айтасыз. Тағы қандай жобаларды жүзеге асыру жоспарыңызда бар? Енді сіз біраз уақыт болды ғой осы салада жүргеніңізге. Тереңдеп кірген сайын қандай проблемалар бар екенін, қандай мәселелер бар екенін тани түсесіз. Тағы қандай жобалар біздің қоғамға жетіспейді деп ойлайсыз? Сол мен жаңағы манада айтып өттім, тағылымдамалар ұйымдастыруымыз керек, жаңағы мамандар, мысалы біз қарайтын осы логопедия, психология саласындағы үздік мамандар, дефектология саласында үздік Шолпан Аянғалиева деген мамандар бар, иә, мықты республикалық өткіл мамандар, Инстаграм арқылы, яғни әлеуметтік желі арқылы танитын, олар қазір шетелге шығып жатыр. Мысалы, мен Грузияның жақсы методикаларын білем, әдістерін. Яғни біздің мектептің мамандарын, мектептерде отырған мамандарды осындай тағылымдамалардан өтуге кішкене білім министрлігіне жағы не деп айтқым келеді, ұсыныс деп па, осындай бір әсіресе мына инклюзивті қоғамды қалыптастырғымыз келетін болса, дұрыс тұрғыда осы бағытта біз жұмысты ұйымдастыруымыз керек. Тағылымдамалардан өтіп, олардың білім беру жүйесіндегі жаңағы процестің қалай жүретіндігін көз жеткіздірту керек та. Сондай бір арнайы мамандардың немесе жаңағы шетелдегі мамандарды алып келіп біздерге осындай бір үлкен әр өңір бойынша тек қана Алматы мен Астана емес, мысалы шет қалып жатыратын Маңғыстау, бізге жаңалықтар соңынан келіп жатады ғой, бір өзгерістер. Сондықтан ең бірінші осындай алыс шалғайдағы ауылдарға келсе деймін. Себебі өзінен өткенде ғана маман өзі көзімен көргенде ғана көз жеткізеді. Жағында бұндай жұмыс жасау барысында әдістердің пайда әкелетіндігін, яғни тиімді әдістердің балалардың өміріне жақсы жағы плюс көрсететіндігін, нәтиже көрсететіндігін дәлелдейді. Сондай-ақ жаңағы енді соңғы кезде біздің жоспарымызда менің қазіргі мақсатымда тұрған сол мамандардың біліктілігін жетілдіру. Былтырғы жасаған жобамыз, 24-ші жылы жасаған жобамыз сол ерекше білім беруді қажет ететін балалармен жұмыс жасайтын мамандарды оқыттық қой. Сол кездегі мына біздің мамандардың осы недегі бағыттағы білімінің әлі жетіспей жатқандығына көзім жетті. Яғни келген ақпаратты сіңіріп алып, жұтып алып өтті да, қызығушылық өте жоғары болды. Сондықтан мектеп мамандарын, балабақша мамандарын әсіресе тағы бір айтқым келетіні, біз мектептегі мамандармен ғана жұмыс жасай береміз, ал негізінде бала ең бірінші балабақшаға келеді. Балабақшаға келгеннен кейін балабақшадағы жұмыс ақсап барып мектепке келетін болса, кеш болады барлығы. Себебі мектепте білім процесі басталып кетеді да, жағы балабақшадағы тәрбие процесі тыс қалып қойып, білімге келген уақыттағы баламен біліммен емес, жағы поведенческий жұмыстар жүргізіліп кетеді да, отыруды үйрету, усидчивостьқа үйрету баланы. Сондықтан ең бірінші мен балабақшадағы жұмысқа қатты назар аударылса деймін, осы инклюзия бағытындағы. Мен осы ұсынысты айтқым келеді. Сосын мысалы медицинада бізде
байқады ма, ең бірінші диагностика медицинада жүреді ғой, мысалы бала балабақшаға баратын болса міндетті түрде медосмотрдан өтеді. Немесе мамашалар қазір мойындамайды өз балаларындағы диагноздарды, ой еркелік деп қабылдап жатады. Көптеген цифровой диагноздар қалыптаса бастады ғой гаджеттардың келуіне байланысты. Осының барлығына ең бірінші медицина дабыл қағып анықтап, бірден ата анаға жақсы түсінік жұмысын жүргізсе деймін. Себебі ата ана қабылдамай, баласына ата ана түсінбей, ол балаға нәтижеге жұмыс жасауға жағы маман келген уақытта ата анадан кейін маман қолға алған уақытта бәрі кеш болып жатады. Ең бірінші ата ана с раннего возраста дейді ғой, ерте жастан анықтап, ерте жастан дамытуға қосса дегім келеді. Сондықтан осындай бізде бір түсінік жұмыстар жетіспейтін сияқты медицина бағытынан. Біз қазір тек педагогика бағытынан коррекцияларды айта береміз, ал медицинадағы бағытта жаңағындай көп әңгімелер айтылмай қалып жататын сияқты маған. Сіз айтып өткендей, мысалы оқыған, шетелде білім алған білікті мамандарды осындай өңірлерге тарту үшін оларды қалай ынталандыруға болады? Оларды мысалы мына үкіметтік емес ұйымдардың жаңағындай жобалар арқылы жүзеге асыруға болады. Немесе мысалы білім басқармалары арқылы гранттар бөлінеді ғой, арнайы әлеуметтік тапсырыс деп аталады олар. Сол әлеуметтік тапсырыстардың мысалы совездердің жанында, әлеуметтік қолдау бағдарламаларының жанында. Солардың барлығы осы өздерінің тапсырыстарына шетелден білім алған мамандарды шақыртуға бір жақсы қаражат бөлсе, себебі олардың бәрі белгілі, тегіннен тегін келмейді. Сонша білімді шетелден сонша қаражатқа оқып келгеннен кейін олар тегіннен тегін мында білімді алып келмейді, иә. Біз жаңағы ұйымның барысында шақырған уақытта әр маманымыздың өзінің арнайы бір гонорарларын төлеп отырдық. Себебі олар тегіннен тегін келмейтін болғандықтан. Енді бәрі де қаражатқа келіп тіреледі, сондықтан бір сондай жобалар ұйымдастыруымыз керек. Қаражатта төленіп, бірақ охват, яғни көп маманды қамти алатын, көп адамға пайдасын тигізе алатын. Ең бірінші мамандағы өзгерістер болса, маман өзгеріске ұшыраса, яғни білімін жетілдірсе, міндетті түрде балада нәтиже болады деген сөз. Ол маман өзінде барынша жақсы маман болса, ол міндетті түрде өзінің тегімен бөлісуге тырысады, өзінің мектебінде бөлісуге тырысады, өзінің балаларына қолдануға тырысады нәтиже көру үшін. Немесе тіпті жеке коррекциялық кабинет болғанның өзіндегі балалардан нәтиже шығаруға ұмтылады ғой. Сізбен жазған эпизодымыз өте жан-жақты әрі пайдалы болды деген үміттеміз. Уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Құрметті тыңдарман, мүмкіндік подкастының кезекті эпизоды сіз үшін қызықты әрі пайдалы болды деген ойдамыз. Егер сіздің де ерекше балаңыз немесе осы салада бөліскіңіз келетін оқиғаңыз немесе тәжірибеңіз бар болса, біз барлық дерлік әлеуметтік желіде мүмкіндік подкаст деген атаумен тіркелгенбіз. Бізге хат жазыңыз, хабарласыңыз. Бастысы ерекше болу кемшілік емес, үлкен мүмкіндік екенін ұмытпайық. Келесі эпизодқа дейін сау болыңыздар.